Сәлем достар, сіздермен бірге Мадина. Біз бүгін өте дәмді болып шығатын үй жағдайында пельмендер түйеміз, мұздатқышқа салып, мұздатамыз. Алдымен қамырын елейміз. Ұнымызды ыдысымызға салып, судың үстіне 1 шай қасық тұз салып, жақсылап тұз ерігенше араластырамыз. 1 жұмыртқаны салып, судан құйып, жақсылап қамыр қылып елейміз. Қамырымыз өте қатты да емес, жұмсақ та емес, орташа болып еленгені дұрыс. Қатты болса, жаю біраз қиындау болады. Қамырымызды жақсылап, иін қандырып, қайтарып елейміз. Мінекей біздің қамырымыз дайын, өте әдемі қамыр пайда болды. Пакетке салып, 10 минутқа тындырып қоямыз. Салмасын дайындаймыз. Мен осындай 3 тіс сарымсақ, 3 бас пиязды майдалап, блендерге салып, езіп алдым. Егер сізге сарымсақ ұнамаса, салмай қойсаңыз да болады. Блендер болмаса, майдалап қолмен турасаңыз да болады. Сиыр етінен тартылған фарш, оның үстіне пиязымызды салып, 1 шай қасық тұз, жарты шай қасық қарабұрыш саламыз. Бәрін жақсылап араластырамыз. Салмамыз дайын. Қамырымызды алып, кішкене осылай қайтарып, иілеп, енді жая бастаймыз. Өте қатты жұқа да емес, қалың да емес, орташа қылып жаямыз. Видеодағыдай гармошка жасаймыз. Шетінен кесе бастаймыз. Домалақ қылып кесудің қажеті жоқ. Осылай төртбұрышты етіп кесеңіздер, өте әдемі болып шығады. Егер сіз қамырды жұқа қылып жайсаңыз, түйгенде жыртылып кетуі мүмкін. Видеодағыдай кесеміз. Кеуіп қалмас үшін бетін майлықпен жабуды ұмытпаңыздар. Шетінен салмасын салып, түйе бастаймыз. Қалауларыңызға қарай, үлкендеу, бұдан да кішкентайлау қылып түйсеңіздер болады, қалауларыңызға қарай. Екі жағын осылай жапсырып, түйеміз осылай айналдырып. Өте оңай түйіледі. Тағы да көрсетейін. Осылай екі жағын қатты қолымызбен басып жапсырамыз да, осылай айналдырып түйеміз. Дайын болған пельмендерімізді осындай жайпақ ыдысқа біраз ұн сеуіп, үстіне теріп, осылай
мұздатқышқа салып мұздатамыз. Менде бір түн уақыт тұрды мұздатқышта. Жақсы қатып шықты. Мен осындай қалбырларға салып сақтаймын. Сізде қалбыр болмаса, жай ғана пакеттерге салып сақтасаңыз болады. Менде осындай 2 қалбыр болды осы жасағаным. Мінекей дайын, өте керемет, тіпті сіз бұларды сатсаңыз да болады. Өте тез дайындалады, жылдам дайындалады, өте дәмді болып шығады. Мінекей пісіріп көрдім, ешқандай езілмей, өте керемет болып пісіп шықты. Сіздер де үй жағдайында дайындап көріңіздер.